Белашты айтсақ, біз оны шақырдық та, оның арасында өзіңіз көрген шығарсыз, барлық Миндегазиевпен бірге тікелей эфирге шығып, біз Серижан Белашқа үндеу жасағанбыз. Мүмкіндігім болса, бізге қосылып, бізбен бірге жұмыс істесе деп шақырғанбыз. Оның арасында Белаш бізге жауап берді. Жауабы былай болды: мен біреудің қолтығының астында жүрмеймін, бірінші. Екінші, мен қазір партия құрып жатырмын, халықтан сондай рұқсат сұрауым керек деп айтып жүрген. Қысқаша айтқанда, біздің есігіміз ашық. Бізге қосылам десе, бізбен бірге жұмыс жасаймын десе, оны қарсы аламыз, бірге жұмыс жасаймыз. Біздің арамызда мынау бастық, біреудің қолтығы бар, соның қолтығына тығыламыз деп ондай сөз айтуға болмайды. Біз бәріміз теңбіз, бәріміз бірге жұмыс жасап жүрміз. Біздің ойымыз мына билікті құлатып, демократиялық республика құрамыз деп, сол ойын бойынша жұмыс жасап жүрміз. Жақсы, енді Мұхтар аға, мен жаңағы сұрайын деп отырғаным мынау. Жақсы, Ержан Тұрғынбай басында қосылмақ болды, артынан бұлай болды. Серікжан Білашты туралы да айттыңыз, Жәкең туралы да айттыңыз, Қуаныш Әлин туралы. Енді менде мынандай бір сұрақ туындайды. Сізге қатысты осы менің арнама бір емес бірнеше адам сұхбат берді. Арасында сіз туралы айтып қалады. Жаңа кезінде Қазақстанды тонады, банкті БТАны айтып отырмыз. Оның кейін Ресей, Украина, Грузия барлығын айтады. Олардың барлығы, жаңа сұхбат берген азаматтардың түгелі, кезінде сіздің қасыңызда бірге жүрген серіктеріңіздің бірі. Неге сіздің қасыңызда серіктеріңіздің бәрі сізді мақтайды? Сосын кетіп қалғаннан кейін барлығы неге даттайды? Думан, сол кіммен бірге жұмыс жасағанын айтыңызшы, солай айтқанын. Оны естіген жоқпын. Сол біреуін айтыңызшы, біреуін. Қазір мен сізге айтайын. Ботамет есімі. Жанна Бота ма? Осы Жанна Бота. Иә, Жанна Бота. Жоқ, Жанна Бота ол банкке ешқандай қатысы жоқ. Сіз оның алдында айттыңыз ғой, сізбен бірге жұмыс істеген, банк туралы айттыңыз. Жанна Бота бізбен бірге жұмыс істегенде... Енді мен бір емес бірнеше адамды айталам. Жанна Бота... Жоқ, Жанна Бота 18 жылда бізге қосылды, 18 жылда. Ол банк болғанда ол 2009 жылда. Енді сіздің айтқан сөзіңізге мен қайтарып жатырмын. Сіз айттыңыз ғой, сізбен бірге осы банк туралы айтып жатыр, соны ұрладың деп айтып жатыр. Жанна Бота ол туралы ештеңе айтамайды, ол 18 жылда келді. Мен ол кезде 2008 жылда, 9 жылда бірге жұмыс істеген жоқ. Банкте де. Басқа адамдар айтыңызшы, ол жоқ ондай адамдар. Жақсы, ол кісі Мәсімов туралы айтты. Кім айтты Мәсімов? Жанна Бота айтты, Мұхтар Әбіләзов пен Кәрім Мәсімов екеуі жақсы дос. Мұхтар Әбіләзов митинг ұйымдастырған болады. Кәрім Мәсімов ұлттық қауіпсіздік комитетінің бюджетіне жаңағы қазынадан миллиардтарды бөліп алады, сосын екеуі ақшаны қақ бөліп алады. Иә, сонда мен Қазақстаннан кетіп, анау Кәрім Мәсімов, мен біраз репортажым бар қой, ол кім екенін айтып, ол ұры, Назарбаевтың көмекшісі, солай айтып жүргеннің арасында маған сол үшін кім Кәрім Мәсімов $1 миллиард береді ме? Енді $1 миллиард берсе... Менің сұрағым ол туралы емес, Мәсімов туралы емес, Жанна Бота туралы емес. Менің сұрағым, кезінде сіздің қасыңыздағы жүрген жігіттердің, қыздардың барлығы сізді мақтайды да, сіздің қасыңыздан кеткеннен кейін неге даттап шыға келеді деймін. Қалай ойлайсыз? Мен сізден сұрап жатырмын ғой. Сол бір адамды айтыңызшы, менің қасымда жүрген кетіп, мені жамандаған. Ондай адам табылмайсыз. Бір адам бар, бірақ Еркін Тачев дегенді біраз Ержан Тачев інісі. Ол оппозиция болған жоқ. Менің қолымда жүрген жарайды. 17 жаста маған келіп, Астана Холдинг деген компания маған жұмысқа келген. Ержан Тачев менен сұраған, менің ініме көмектесші деп. Оның қасымда мен шынды айтқанда жұмысымен бірге істеген. Оны Москваға апарып, сабағына, оқитын жеріне оның ақшасын төлеп, мен берген, көмектескем. Содан кейін Москвадан келгенде менімен бірге жұмыс істеген, оны үйреткем. Сонда адамдар бар, иә, біраз бизнес ұрлап кетіп,
на КНБшниктер бізге жұмыс, қазір бірге жұмыс жасап жүр. Алдымен кіммен жұмыс жасаған? Карим Масимовпен. Артынан Карим Масимов бәрі кім? Мұхтар Әблязов заказ жасады ғой, кімге? Ержан Тачевке деп сондай іс қозғады ғой. Оны айтуға болады, бірақ ол оппозиция болған жоқ. Мен Алматыда, сосын Астанада, сосын Жаңаөзенде біраз белсенділерді танимын. Ол кісілердің айтуынша, мысалға, аты жөндерін айтпай қойын, енді айтпай бермеңіз. Бізге Әблязов митингіге шығыңдар деп шығарады. Біз шыққаннан кейін бізді ұстайды, апарып қамайды, айыппұлды салады, Әблязов төлемей, біз далада қаламыз дейді. Иә, біз алдымен оны түсінуіміз керек, иә. Митинг болғанда, ол митингке тығылып, митингке шақырмайсың, иә. Қай жерде митинг болады, біз халықты өңкей шақырып жатырмыз. Қай қалада, содан кейін орны айтып, уақытын айтып, не істеуіміз керек, ячейка құрыңыздар деп, сондай үндей жасап жүрміз. Ашық жасаймыз, ашық жұмысты. Сіз қай жерде көрдіңіз? Мысалы, Европа болса, Америка болса, митингке шақырғанда бәрі өздері білмей тығылып, АЖК барады деп қай жерде естідіңіз? Ондай болмайды, иә? Митинг қай жерде болатын белгілі болу керек. Сағат қаншада белгілі болу керек. Не, қандай темасы бар? Соның бәрін айтпасаң, халық келмейді. Сонымен митинг ашық болады. Мәселе бұнда емес. Мәселе халықна митингке аз болып жиналғанда, оларды шынды айтқанда полиция ұстап, полицейский участка апарып, протокол жазып, штраф салады. О жағы дұрыс. Бірақ мен митингке шақырғанда өзгеріс тек қана маған керек па? Олар ойлар қызық екен. Мұхтар Әблязов бәрі митингке шақырып, енді қалтасына ақшасын шығарып, енді өзгеріс тек қана Мұхтар Әблязовқа керек деп солай ойлап жүр ма? Яғни сіздің айтпаңыз, қосылмаса келмесін. Шақырдым, олар келді, бірақ енді маған міндетсінбесін дейсіз ғой, ақшаны төледі. Өз үшін шықты дейсіз. Өз үшін, бәрі өз үшін шығу керек. Мен үшін емес. Мен өзім бизнесі жоғалтып алып, өзіңіз білесіз, қанша менде байлық болды. Бәрін билік тартып алды Назарбаев. Мен ешкімге айтпай жүрмін ғой, сендер маған көмектеспедіңдер. Мен шықтым. Ол өзім таңдауым. Өзім таңдауым. Өзім жауап берем. Ол қызық енді.